Ол ойынды ойнау үшін ең алдымен сендерге шартын түсіндіремін. Шартында мына асықты сендерге тартып ортаға төгемін. Сол кезде сендер асықты бөліп аласыздар. Яма? Ол асықтың ішінде ерекше бір қызыл асық бар. Ол асық қан талапай деп аталады. Егер де қызыл асықты кім алады, сол бала ойынды бастайды. Жақсы ма балалар? Содан соң асық алғаннан кейін бір сақаны қолдарға ұстап, қалған асықтың бәрін мына қызыл белдеуге қойып жинаймыз. Бір-бірлеп кезектесіп асықты атамыз. Асыққа тигізген бала асықты алады, асыққа тигіз алмаған бала сұрақтарға жауап береді, тақпақ өлеңдер айтады. Жақсы ма? Қазір енді мен сендерге ортаға төгем. Қан талапай басталды ойын. Алақан! Балалар, қазір біздер ұлттық ойынның тағы бір түрі арқан тартыс ойын ойнаймыз. Арқан тартыс ойында екі командаға бөлінеміз. Міне біреуі Әміренің командасы, біреуі Айшықтанның командасы. Қазір екі топ күш сынасып, мына арқанды екі жаққа тартамыз. Түсіндіңдер ме? Мына ортада қызыл сызық бар міне. Қызыл лентаны көрдіңдер ме? Осы лентаны тарту керек. Кім мына сызықтан былай қарай асып кетсе, сол жақ жеңген болып есептеледі. Жақсы ма балалар? Ал, бір, екі, үш. Ал, тартамыз балуаннан тартамыз. Тағы бір ұлттық ойынның бірі тақия тастамақ ойын ойнаймыз. Қазір ортаға бір бала шығып, сіздерді айналып жүріп сырттарынан тақия тастап кетеді. Соны біздер тауып аламыз да орнымыздан тұрып аламыз. Тақия тастап кеткен баланы қуасыңдар. Тақия тастап алған бала, түсіндіңдер ме? Қуып жету керек. Егер баланы ұстай алмасаңдар, баланы ұстап алу керек. Егер баланы ұстай алмай қалсаңдар, оның орнына жаңа өлең тақпақ айтамыз. Түсіндіңдер ме балалар? Көзіміз жұмамыз. Отырады. Ал енді көзімізді ашып, артымызға қараймыз. Қымын ашында тақия. Тағы да осындай ұлттық ойындар ойнаймыз. Жақсы ма балалар? Бәрінде керемет ойнадыңдар, менің алтын балапандарым.